Көтергіш кран салмағы 1000 ньютон жүкті бір қалыпты 20 метр биіктікке көтереді. Атқарылатын жұмыс дейді. Мысалы, біздің бір М салмақты бір затымыз болсын, және бұл заттың салмағы бізде 1000 ньютонға шығады. Ол кезде бұл күшті, бұл затты бір қалыпты көтеру үшін бір қалыпты қозғалыс деген ол дегеніміз, мысалы, Ньютонның екінші заңы бойынша бүкіл күштердің қосындысы м-ға тең. Осы м бізде үдеу бір қалыпты қозғалысты үдеу нольға тең болады. Ол кезде бүкіл күштердің қосындысы бізде нольға тең. Ендеше мынау затқа әсер етіп жатқан екі күш бар десек, бірі кранның көтеріп жатқан күші, екінші осы груздің салмағы болатын болса, ол кезде кранның көтеріп жатқан күші бізде mg, ол 1000 ньютонға тең. Ал енді осы кран көтергіш бұны осы затты 20 метр биіктікке көтерген кезде атқаратын жұмысы А тең F көбейтілген X H дейміз, мынау биіктікте. Енді H 20 болатын болса, F 1000 болатын болса, екеуінің көбейтіндісі 20 килоджоуль береді. Жауабымыз Б болады.